Қайда қарғам жалғыз, көрмеймін бе, о Құдай-ау ақ жүзін. Жеңем деп ең, келем деп ең келмей, көңілдеп хабарыңды бер. Жалғызым-ау, иесіңе жұпарыңа шөлдеп, жазған хатын іздеп сені таппа. Жерді не, өлілерді жоқтады. Астафырал, астафырал, не деп кет, не деп. Жарқынымның жарқын жүзін көремін, жалғызымның құшағына еніп тұрып өлемін. Астафырал, астафырал, не деп кет, не деп. Ақ параққа тағы қолды сызай, құлыныма тағы бір хат жазай. Жетіп қалар ана тауса ақырға. О Құдай-ау, өз көрімді өзім қалай қазай. Құлыным, батырым, байрағым, айбар, қасиетті қайна, хабарын қайны хабар. Іздесем, қайдан табайым? Жау жеңілді келмеді, үміт құштым өлмеді. Құдайдан сұрап көрген, хабарыңды бермеді. Кел, құлыным, кел бала. Хат жаза алмас енді ана. Кел, құлыным, кел. Құлыным, ана, бала, апа, құлыным, бала. Allah, Allah. Ой, достар, табиғат бізге қандай әдемі сұлулық сыйлаған. Біз осы сұлулықты бағалай білуіміз керек. Яу беке, біздің табиғат қандай әдемі еді? Мұндай табиғат тек біздің елде ғана ма екен? Я, іңкәр, бұл біздің жеріміз, отанымыз. Әлемде бұндай жерді екі айналсаң да таппайсың. Ой, Дәнәбек, сен не айтасың алмай қысылмай? Айқыш. Бұнысқа барсың. Не дамай? Шіркін, осы жерге шатыр тігіп, түнеп шықсақ қой. Я, бірақ қайдағы шатыр, қайдағы түгеген? Ауылдан қазір ғана шықпады емес пе?
Ауылдege тиіп тұр ғой. Ауылға қайтатын уақыт бар. Дуан апа ма? Бұл Дуан апа емес пе? Я, бұл Дуан апа ғой. Балалар, қорқпаңдар. Бұл апаның ешкімге зияны жоқ. Кәнеки, апамен амандасайық, су берейік. Амансыз ба апа? Шын жүресіз? Амансыз ба апа? Бұл апа неге бұлай жүреді? Қолындағы ойыншығын неге тастамайды? Я, неге тастамайды? Апаның кішкентай балалардың ортасында үнемі ойнап отырғанын көреміз ғой. Балалар, мен бұл апаның өмір тарихын білемін. Маған апам айтып берген. Бізге айтып берші. Жарайды, онда жайғасып отырыңдар. Қазір барлығын айтып беретін боламын. Сонау сұрапыл соғыс жылдарының ызғарлы оты осы апаның үйінде айналып өтпепті. Бұл апаның адал жары, еркелетіп бәпелеп өсірген ұлы бар еді. Тағдырдың тауқыметіне шыдап, өз отбасы үшін талай қиыншылық көрсе де, адам бақытты-ау. Соғыс басталғанда алдымен адал жары, арқа сүйер азаматы соғысқа аттанды. Сосын жалғыз бауреті баласына да соғыстан шақырту қағаз келді. Ана жүрегі қарс айылып тұрса да, отан алдындағы борышым деп, баласын қан майданға аттандырыпты. Соғыс кімдердің басына қайға келмеді дейсің? Алақандай ауылдан, бірден бір отбасыдан, бірден бір жан қайтпаған кездер де болды. Шаңырақтарымда ер азаматы қалмаған амалым, зарлап, жоқтау айтып, таңмен алдырып, кешті батырып, өз күндерін өздері көріпті. Бір күні осы апамызға да соғыстан қаралы қағаз келді. Баласынан айырылған ана зарлап, жоқтау айтып, енді алладан баласының аман оралуын тілепті. Апаның қолындағы ойыншығы баласынан қалған екен. Балам келсе ойнайды деп, қолынан тастамай жүретіні сол. Қайран апа, өте өкінішті екен. Я, Қайран апа, соғыс болмағанда, бұл апа қазір немерелерін жетектеп жүрер еді ғой. Біз бұл апа не сауысқан деді. Балалар ойнап жүр деп ойладық қой. Қасына жоламай базар еттік емес пе? Ал біз апаның жүрегіндегі сыздаған жарасын біз білдік қой. Қаншама ауыр қайғыны көтеріп келе жатқан қайсар ананың өмірін білмей. Біз үшін білгенсін екен, балалар. Кешіріңіз ана. Балалар, біздің бейбітшілікте өмір сүруіміз осы апаның көз жасымен, баласының батырлығының арқасында келген. Енді апамызды көргенде қорықпай жол көрсетіп жіберейік. Бізде болсын. Кәнеки балалар, мұңаймаңдар, орындарынан тұрыңдар. Қазір бейбітшілік заманы емес пе? Соғыс болмас
Bulamazsın. Balalar, apan özünüz bir bilgi. Avluğa gitmeyiniz bir. Ya dürüst aytarsın, apa adasıp kalmarsın. Apa, жүріңіз. Sizler avluğa varатын yol var. Salып жіберейін. Bir ән бар. Бүгінгі ұрпақ естімеген. Сонау бір соғыс жылы естіген ем. Әредік әлде қалай есім алсам, қос басы, қою қара, кешті көрем. Шартастар, шалғынды сай қарағайлы, шулы өзен шомылдырған шағалайды. Жөтеліп, бұлттар көшіп өтетұғын, жетектеп, жетегінде қара қайғы.